Төрт саланың жігіттері Қытай еліне келіп, 300 мың бас қой бордақылайтын үлкен бордақы алаңына келіп отырмыз. Son 2 ай 3 айлық қозыны 5 ай бордақылап семіртеді екен. Одан кейін мына қарап отырсаңыздар, қораның төбесі күн панель. Осы Қытай мемлекетінің өкіметі осы қоралардың үстіне өкіметтің қаражатымен күн панелі орнатқан. Осы төрт саланың каналы жалпы Қазақстанның болашағы үшін, сіздер үшін құрылған деп айтуға болады. Біздің болашақ ата кәсібіміздің дамуы үшін біздің төрт сала каналы Иісі қазақтың бәріне ортақ. Сол үшін осындай каналға неге тіркелмейсіздер? Тіркеліңіздер, пікір жазып, лайк басыңыздар. Ассалаумағалейкум, барша қазақ елі, барша малшы қауым. Төрт саланың жігіттері Қытай еліне келіп, 300 мың бас қой бордақылайтын үлкен бордақы алаңына келіп отырмыз. Осы жерде міне кіреберісінде дисбарьер, жаңағы келген кеткен машиналардың бәрін обработкасын жасап, қазір өзімізде де обработка жасап қораға кіргізейін деп отыр. 9000 километр жолды артқа тастап, осындай үлкен қораларды ата кәсіппен айланысып жатқан болашақ ұрпаққа, қазіргі істеп атқан ағаларымыз, інілеріміз көрсін, осындай деңгейге мақсат қойсын деген ниетпен түсіреміз. Ары қарай 300 мың бас қой қалай бордақыланады, қанша уақытта семіртіп жатыр, қандай ай мөлшерінде малды кіргізеді, қандай мал бағып жатыр, соның бәрін көретін боласыздар. Ар қазағым бай болсын, төрт түліктеріңіз сай болсын. Төрт саланың жігіттерін қолдап, каналға тіркеліп, осындай пайдалы видеоларды жібермеу үшін каналға тіркеліп отырыңыздар. Біз видеомызды бастаймыз. Осы қораға бөтен адам кіруге болмайды. Шетелден келіп жатырық, осы сіздермен тәжірибе алмасайық, тәжірибе жинайық деген мақсатта келдік деп едік. Осы шаруашылықтың егесі бізде кіруге рұқсат берді. Қазір мына жерде обработка жасайды біздің киімімізді, басқа дүниемізді. Өйткені ішінде 300 мың бас қой бар. Ауру сұрқау жұғып кететін болса, мысалы үлкен шығын болады. Сол үшін қазір қалай обработка жасайтынын көрейік. Бұларда міне технология, түтін. Тура осылай бітті. Енді өне ойдағы біздің Қазақстанда білесіздер, ауру сұрқау көп. Сол үшін бізді обработкамен тазалап кіргізейін деп жатыр. Осы көргізбесімен таныстырып, жаңағы кіргізіп шықты, қандай қой бағып жатыр, қанша мөлшерде қой бағып жатыр. Қазір 300 мың бас қой бордақыланып жатқан қой қораның табалдырығын 10 қадаммен аттайын деп жатырмыз. Әрбір қазағыма осындай 1000-нан 300 мың, 500 мың басқа дейін қой бордақылайтын осындай сіздерге де нәсіп етсін. Ары қарай мына құрылғылары қалай жем шөп таратылады, соның бәрін көрсетем. Мына жем қоймасына кірейік деп едік, о жаққа кіруге болмайды екен. Осы қой қорасын көрейік, қандай құрылғылар бар, қалай бағылып жатыр, малының түрін көрейік. Бір қораның ұзындығы 100 метрде 15, 4 қатар. Асты мына бетон
тапчандар, бетон тапчан құмалақтары мынаның астына түседі, транспортермен ары қарай құмалағы шығып кетеді. Міне осындай қораларға кірген кезде біз енді осы саламен айланып жүргеннен кейін көз мөлшермен бүкіл жерін суретке түсіріп аламыз. Не үшін? Өйткені біз қазақ даласында проектімен айланып жатқалы қанша жыл болды мысалға. Осындай үлкен деңгейдегі қой қора болсын, бұқа қора болсын, сауын сиырдың қорасы болсын, біз проектілер сызамыз. Сол үшін осындай ізденісте тәжірибе жинаймыз. Ал қараңыздар, қи ойып жатқан, бір шелекпен суғарып жатқан, арбамен, дорбамен жем таратып жатқан ондай ештеңе жоқ. Міне, бір қатар, екі қатар, үш қатар, төрт қатар, ұзындығында мөлшері 70 метр. Мына жерде транспортерлар тұр, міне, құмалақты ары қарай алып кететін. Бұл Қытай қаласында құмалағының өз ақша, жүнінің өз ақша, жаңа шек қарын, жалпы айтқанда қанынан салат жасап жібереді бұлар. Сол үшін осындай құрылғылар істетеді, адам күші аз. 300 мың бас қойды 150 адам қара жұмыс жасайтын. Қара жұмыс деген не бұл жерде? Мына мотоциклді айдайды. Мына қой қораның ортасынан жүріп жем шөбін таратады. Ал суын қараңыздар міне. Су ішетін жерлері бір қорада бірден, міне жерде су ішетін жері. Қай жерде тұр мына су ішетін жер? Су ішетін жерін қараңыздар міне. Мына жерінде бір бор төгіп болған. Бұл жерде біздекіндей айқай шу жоқ, тып тыныш, малдар міне жатыр, күйіс қайтарып. Мына кішкентай қозылар енді 3 айлық, 4 айлық. Мына бор, тұз, мына жерде автопайылка. Мына екі загон бір-бірінен су ішеді. Біреуінің ішінде қанша қой бағылатын қарайыққа санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 41, мысалы 10 метрде, 2 метр жарым жерде 40 тоқты бордақыланып жатыр. Ал мына жерде қаншама загон бар. Екі ортасы да үнемделген, суын өзі ішіп жатыр. Борын өзі жеп жатыр. Жаңағы мотоциклмен мына кормовой столды қараңыздар міне. Малдың тұяғына, бойына бәрін тура қылып жасаған. Мынау желкешелері қиып кетпеу үшін жасалған. Өте керемет, ыңғайлы. Иісі де шығып тұрған жоқ. Ал бұл жерде қыс болмайды. Мына осы біз тұрған жерде. Жаздың күні мына шторды қараңыздар. Бұл да толық автоматты. Бір кнопкасын басады, мына штор жабылады. Жаңбыр шашын бірдеңке болып жататын болса. Қыстың күні күн суытып жатса. Жаздың күні воздушный кондер. Ананы жаңа до конца көтеріп тастайды. Төбе жағын қарасаңыздар, бір 5 шипырдан кейін бір прозрачный шипыр қойылған. Қараңыздар. Өйткені қораның іші жап-жарық. Мына вентиляторларын қарасаңыздар, мына вентилятор қосып, ішіндегі ауа айланымда қыстың күні мүмкін қосатын шығар. Өйткені жаздың күні екі жағы толығымен ашық. Осындай қорадан қаншама қорасы бар, бәрінде мал толып тұр, 300 мың бас. Ал ойлаңыздар. Ал мынаның пародасына келетін болсақ, меринос. Енді балықтай болып семіріп тұр, бірақ ондай габарит жоқ. Бірақ осындайдан 300 мың бас. Енді осыны қанша уақыт бағады, оны енді қазір сұраймыз. Кормовой столдары, бүкіл жері асфальттелген. Мыналарда вайым жоқ, міне жатыр. Қи ою, суғару, басқа әңгіме жоқ. Бәрін қырқып тастап міне. Қырқылған. Кішкентай болса да семіз. Ақырлары тап-таза. Өйткені рацион бойынша біздегі сияқты аузына тыққыштай бермейтін көрінеді. Ақырын семіртетін сияқты. Қараңыздар. Өте керемет. Бір транспортер, екі транспортер. Бір клеткінің ішінде екі транспортердан. Толық автоматты боғын тазалап жатыр. 300 мың бас қойдың боғын күрекпен тазалап жүрген жоқ. Міне керемет. Осындай шаруашылықты бастаймын. Жаңағы жаз жайлау, қыс-қыстау, жаңағы жылқының жалында, түйенің қомында бақпай, бордақы саласымен айлансам десеңіздер, хабарласыңыздар. Тура осы қораны, осы проектіні Қазақстанда да жасап, проектісін
сметасын есептеп 3D формат эскизный 3D формат виртуальный мир проектісін жасап өкіметтен бөлініп жатқан ақшаны алып қораны салып малыңызды бордақыласаңыз болады. Бізде 5 миллиардқа дейін инвест проектімен қора салып жатқан ағаларымыз бар. 5 мың бас бұқа, 20 мың бас қой, жаңағы 5 мың бас сауын сиыр мысалға. Сол кісілердің проектісін сызамыз. Сол үшін аманаттап осындай осы жігіттер осы салада айланып жүр деп сенім білдіргеннен кейін біз тынбай осындай тәжірибе жинаймыз. Осыншама жерге келіп видео түсіргеніміз ол осыны көрсін, ата кәсіпке қызығып жүрген ағаларымыз, інілеріміз шабыттанып алдыға мақсат қойса жетеді, қызығушылық болса. Жақсыны көрмеске дейді. Міне, осындайды қызығып, қора салып, ата кәсібімізді дамыта беріңіздер. Біз тағы да келесі қораға кіріп, басқа түрлі қой болатын болса, соны да көрсетейік. Енді мына қарасаңыздар, 1, 2, 3, 6 қора тұр, 5 қора тұр. 8000 тұяқ қой тұрады осының ішінде. 1500-ден 1550-ден салатын болса бір қораға 8000 тұяқ қой осы 5 қораның ішіне сияды. Ал енді 5 қораның транспортері, әр қораның өзінікіне жеке-жеке транспортерлары бар. Бірақ осы құмалақ 5 қораның ар жағында орналасқан құмалақ, анау қораның ар жағында. Бірінші қорамен 5-ші қораға дейін жалғасып кеп, мына транспортермен. Осы тісен транспортер сияқты мына құмалақты алып келіп, мына трактордың ішіне төгеді. Бұны апарып бір жерге жинап, жаңа тоннасын 13 мың теңгеден сатып жатыр. Міне керемет. Осындай жүйелі түрде мал бақсаңыздар, қораға ұстауға болады деп айтып жатыр. Ал жаңағы осы 300 мың қойды 150 адаммен бағаласыңдар ма дегенде, тек қана мынандай жайлауға шығып бақпасақ мүмкін емес деді. Сол үшін жүйелі түрде бордақ қора салам десеңіздер, хабарласыңыздар, тура осы қораның проектісін сызып, осындай құрылғыларды апарып орнатып, паткүш тапсырып береміз. Мысалға, бұлар да өкіметтің қаражатымен салып жатыр. Бұлардың мемлекетінде де мына мал шаруашылығын қолдайды. Қазіргі уақытта бізде Қазақстанда 5 миллиардқа дейін ақшамен инвест проектімен қора салып жатыр. 100 бастан 5000 басқа дейін. Ол малдың санында емес, сапасында. Мысалы, сіздің халық болғаннан кейін 5 саусақ бірдей емес. Біреу 100 бастан, біреу 1000 бастан, біреу 5000 бас әртүрлі. Бізге хабарласыңыздар, қай қала мынанша басқа қойға салайын деп жатырмын, немесе жылқыға, немесе 4 түліктің қайсына қора салам десеңізде, ең бірінші эскизный проектісі. Сосын 3D формат проектісі. Үшінші виртуальный мир. Осы болашақта салынбай тұрған қораның осындай шын өмірдегіндей малымен бірге 3D формат видеосын көре алу. Ары қарай сметасы, бизнес планы. Осы 5-6 құжат арқылы өкіметке жаңағы тиісті жеріне кіре отырып, өкіметтің мал шаруашылығына бөліп жатқан ақшасын алып, үлкен деңгейдегі осындай шаруашылық бастап кетуге болады. Біздің елімізде де үлкен көмек бар. Алдыға мақсат қойыңыздар, жұмыс жасай беріңіздер. Ар жағында міне силостар тұр, жемін сақтайды, шөбін сақтайды. Мұны жағында енді қараңыздар. Шамамен 1 километрден де ұзақ жер. Қаншама қора ішінде бәрінде мал толып тұр. Енді кірмей жатып төрменікі деген тағы болмайды. Міне күннің шығысын қараңыздар. Қора былайынан параллелінде орналасқан. Бұлардың күні мын жақта шығады. Міне тура осы жердің. Қора салмас бұрын күннің шығысы, батысы, желдің өтін табиғатты зерттеу керек. Ертең қарға толтырып тастауы мүмкін. Күн түспей салқын қора болып кетуі мүмкін. Сол үшін бізге хабарлассаңыздар, жердің климатын, жер жағдайын есептей отырып, күннің шығысы қайда, батысы қайда зерттей отырып, біз осындай қора саламыз. Бұл жайдан жай былайынан салынған емес. Мына күн қазір түс ауды, сағат 2-3 мөлшері, чаңқай түс төбеге келді. Шыққан кезде мын жақтан шықты, батқанда міне қораның оң жақ қапталына батты. Күніне 8 сағатқа дейін, 10 сағатқа дейін күн нұры қораның ішіне түседі. Ал мына жағынан күннің нұрын көрсетейік, мына қараңыздар. Қораның ішінде мал деген толып тұр. Жаңағы ұсақ қойлар екен. Қазір мына ішінде ірі, жаңағы дайын боқ болған қойлар тұр екен. Мына ұзындықты қараңыздар.
былай. Мына тау мен ана таудың ортасын жалғап тұрған көпір сияқты ұзыннан ұзақ кеткен жаңағы қора. Ал бізде қораны қалай салады? Бір проектсіз, жобасыз салады. Мына екі жақ қабырғасын, төбесін түрме ұқсатып қымтап тастайсыздар. Не ауа алмаспайды, не күннің көзі түспейді. Қораның ішінде мал бордақланғаннан кейін ол бір орында тамағын жейді, бір орында тышады, бір орында сиеді. Соның кейін ол батпақ болғаннан кейін аммиак шығады, үсті басына қотыр, ауру астан, дау қарындастан дейді қазақта. Асты бәрі таза болмағаннан кейін ауру басталады, сонымен үлкен шығын қалып келеді. Ал енді қараңыз, мына екі жақ қапталын кірпішпен өріп тастадыңыз, анау төбесіне дейін. Ол бір кірпіштің өзі ақша, оның қалануы ақша, оның сылануы ақша. Одан кейін күн түспегеннен кейін мынау қалай ол мал семіреді. Сол үшін қора салам десеңіздер, осындай 16 жыл нарықта тәжірибеміз бар. Қой қораға да, бұқа қораға да, міне дәл қазір 300 мың бас қой бордақланатын жерге келдік. Қаншама километрді артқа тастап, осыны халқыма көрсетейін, жақсыны көрмекке деп, осындай алдыға мақсат қойсын, жүйелі қора салсын деген ниетпен. Мына қораны біздің оңтүстікке сал, солтүстікке сал, бұған бәрібір. Өйткені суық болса, екі жағындағы арнайы пленкалары түседі. Пленка деген не? Мысалы, теплицада жылы жайдың ішінде қыстың күні огурцы, помидорлар өсіп жатыр. Не үшін? Өйткені теплицаның күн түседі, оның іші жылиды. Суып жатса, мынаны жабасыз. О салафан шегелеп жүрмейсіз, бір күн өп күн басасыз, ана жоғары өзі көтеріледі, өзі түседі. Жаздың күні ашып тастайсыз. Ауа райға қарап, ақырындап жұмысыңызды жасай бересіз. Мына қораның ішіндегі мына қойлары семіріп дайын болған қойлар, міне жақындата аласың ба? Ішіне кірсек ұят болып кетеді. Міне өне бойында 6 ай, 5 ай тұрса да тап таза, мына кәдімгі тап таза. Өйткені құмалақтарының бәрі жерге түсіп кеткен. Транспортермен бір жерге жиналып жатыр. Жем шөбін сатып алмайды екен бұл кісілер. Малды да сатып алады, жем шөпті де сатып алады. Транспортердан осы құмалақтың өзінен енді бір қой 500 грамм құмалақ шығарса бір күнде 300 мың бас қой күніге қанша құмалақ? Мен ойласам, осы қойдың бір 300 мыңның 50 мың басы осы құмалақтан шыққан ақшамен бағылып семіріп кетеді деп айтатын едім. Бұл 300 мың басқа бұл жер біз бір саламен ғана айлансамыз, жаңа егіншілікпен басқа кісілер айлансады, біз тек қана жем шөп сатып аламыз, малды бордақлаймыз, біз жаңағы шаруа малмен айланыспаймыз. Шаруа малмен айланысатын адамдар басқа деп отыр. Міне, өйткені жер тар, біздегіндей мүмкіншілік жоқ. Біздің қазақтың даласы, Атырау мен Алтайдың екі ортасы, жаңағы тұлпардың тұяғы, ұшқан құстың қанатты алатын кең байтақ жерімізде шаруа малымен де айланыс, бордақымен де айланыс, егіншілікпен айланыс. Жаңа комбайндар суткалап жүрген кезде бер жағынан ар жағына шыға алмайтын бізде полялар, кең байтақ жеріміз бар. Неге біз осындай деңгейде мал бақпасқа? Осындай деңгейде біздің шаруашылық министріміз қолдап, президентіміз қолдап, қаражатты жылдан жылға көбейте берсе, Алла берсе 5-10 жылда біз осы деңгейден асып түсеміз деп айтуға 100% сеніммен айтуға болады. Өйткені бізде шикізат, осы малды азықтандыратын азық енді артығымен жетеді деп айтуға болады. Міне осылай, енді не түсіреміз? Қазақта бір жақсы сөз бар ғой, көре-көре көсем боласын, сөйлей-сөйлей шешем боласын деп. Енді аң-таң қалатын бір ана кісі айтып жатыр да, мына жер таулы өңір дейді. Мынандай тегіс жер жоқ дейді. Біздің өкіметіміз қолдау білдіріп, осы тауды бізді тегістеп беруге жаңа көмектесті деп отыр ғой, ақша бөліп. Ана тауларды көрдіңіз ғой. Өйткені тегіс жер жоқ. Бәрі таулы өңір. Осы тауды, бір тауды тегістеп, осы қора салатын жазық жерді жасаған ғой бұлар. Енді ойлаңыз, бір тауды, ана бізде қазақта айтады ғой, тау мен тау кездеспейді, адам мен адам кездеседі деп. Бұлардың таулары бір-біріне қосылып жатыр екен қазіргі заманда. Таума керек па тегістеп тастайды. Енді біз қандай мүмкіншілік, тегіс жер бар, жем шөп бар. Бір мынандай бір тау қопыратындай алдымызда қиындық тұрған жоқ. Сол үшін алдыға мақсат қой, мақсат қойсаң жетесің. Тау қопарып жатқан жоқпыз ғой, тегіс жерге қораны салып,
осындай жүйелі түрде мал бордақылауға неге болмайды? Мынаны қараңыздар міне. Одан кейін мына жаңағы төбесінен көрсеттік қой. Мына қораның бәрінде күн панель. Осы күн панель өкімет өз қаражатымен орнатып берді. Арай тоғын жинап халыққа сатып жатыр. Ал осы кісілер мына қораның төбесін өкіметке жаңағы осыны қойып берген үшін тоқты мысалы 50 тиын болса, бұл кісілер 30 тиын тоқтың киловатын тиын екен бұл жерде. Тоқ арзан, бензин қымбат екен. Міне осылай қандай керемет. Бір қораның алдында бір мотоцикл тұр міне. Бір 5-6 қораның осы құмалақ жиналады, апарып тасиды, сатады. Міне керемет. Осындай қиындықты жеңіп, осындай қора салуға көмектесіп жатқан өкіметтер мықты. Біздің де билік басындағы ағаларымыз ата кәсіпті қолдап, жылдан жылға мысалы биылдың өзінде 600 миллиард ақша бөлінді, өткен жылы қанша миллиард ақша бөлінді, жылдан жылға өсіп келе жатыр, той көз тимесін. Осындай билік басындағы ағаларымыз қолдап, бізде мүмкіншілік бар әлемді етпен, сүтпен қамтамасыз етуге. Әр қазағым бай болсын, төрт түліктеріңіз сай болсын. Алла бұйырса, осы видеодан кейін 300 мың бас бұқа бордақылайтын жерге барамыз. Келесі видеомызды көру үшін каналға тіркеліп, осы видеомызды жалғасты таратып, қазақтың қара домалағын қолдап, 4 салаға тіркеліп, шабыт беріп, қамшылап отырыңыздар. Міне, біздің қанымызда бір жерде жаулайтын, енді сондай қанымызда бар ғой. Бір жерге барсақ жаулап төрге шығып кететініміз бар енді қазақтың қанында. Жаңа есіктен зорға кіргізген бірінші қорасының басына 5 метр кірсем болды дедік. Сонымен ар жағын араладық. Сонымен мына қорасының ішіне кіріп шығайық деп, сонымен тошкасын қойын деп жатырмыз. Ал жаңа айтты ғой, 2 ай кезінде 1,5-2 айлық қозыларды аламыз, 4 ай, 5 ай, 6 айға дейін бордақылаймыз дейді. Мынау бордақыланғанға міне 4 ай болған деп жатыр. Жаңа мен сенбедім, жаңа кішкентай қозы 5-6 айда 60 килограмм тірі салмақ болады деп. 4 айда мынандай болып өсіпті жаңағы қойлар. 4 ай болыпты, мынау енді 2 ай бағалады екен. Мынау 6 ай болған сондай бір өсімтал қой. Арқар мүйіз екен. Мынада тірі салмақ 60 килограмм бар мынау. Сонда 4 айда 2 айлық қозыны жаңағы 30 килограмм, 35 килограмм жаңағы таза еттей шығарады. Жейтін жем шөбін қараңдар. Шөп азақ, нөбірі гранул, кукуруз. Болды. Не керемет. Енді ұят болмасын, тездетіп шығайық. Тура сондай қора, 4 айда осындай болды. Бұл өздерінің бір тез өсетін жаңағы құсты білетін ағаларымыз болса, бройлер деген құстар бар ғой. Жаңа 30 күнде балапан жұмыртқадан шығады да 30 күнде қазанға түсіп дайын болып кететін. Сондай породалы қой. Одан кейін қызықтайтыныздар. Жаңа бірінші қорадағы дейді, ол шашлық жасайтын қой дейді. Мынаны тағы бұлардың тамағы жаңа 100 түрлі, 500 түрлі тамағы бар ғой. Анадан шашлық жасайсың, мынаны қуырмаш қыласың, ананы жаңағындай әр түрлі тамақ жасау үшін әр түрлі порода дейді. Жаңа бірінші қорадағы меринос сияқты қой, ол шашлық жасайтын қой дейді. Өйткені меринос білесіздер, бір ет бір май болады. Шашлыққа дәмді болатын көрінеді. Мынау қара кесек ба, әр түрлі мысалы 300 мың қойдың ішінде қаншама түрлі жаңағы макеттен көрдік қой. Неше түрлі қойлар бар дейді. Мен ар жағына кіре алмадық. Бер жағында бір 10 шақты қораны араладық. Ар жағында тағы да қаншама қора жатыр. Қораға да кірдік. Жаңа қораның кіреберісінде тұрған плакатты көріп, кәдімгі бойымызда қазақтың қаны тулап, осыншама құрметтеп, әлем мойындайтын қазақтың ұрпақ екенімізге мақтанып жатырмын. Басқа шетелден келсін, осы жақтан келсін адам кірмеген дейді осы уақытқа дейін. Өйткені қатаң түрде тыйым салынған. Қазақстаннан келдік деген кезде кәдімгідей кіргізді ғой енді.
Білмеймін не үшін кіргізгенін. Жаңа қазақ үйлерде де қойып қойған. Өйткені қатты құрметтейді екен. Өйткені осы малды осы уақытқа дейін өсіріп алып келген халық ол қазақ халқы деген сияқты сенім бұларда бар екен. Енді не үшін бұлар қорада бағады жаңағы 300 мың бас қойды далаға баға алмаймыз дейді. Неге? Мына таудың басындағы күн панельдерді көрдіңіздер ме? Мына кішкене ағашы жоқ жерлердің бәріне күн панель, таудың бәрі күн панель. Неге? Өйткені тоқ жетіспейді, азық-түлік жетіспейді, жер жетіспейді. Жалпы айтқанда ештеңе жетіспейді, халық өте көп. Енді мына таудың ана жол не? Бұлай лесенция сияқты жасаған, қараңыздар. Міне бір лесенция, екі лесенция деп бұлай лесенция сияқты. Ал мына жерде міне санайын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 метр жер. Қыртысын, таудың қыртысын жүгері мынау. Жүгері. Осыны пайдаланған ғой бұлар. Осыншама таршылық. Енді бірақ тоқшылық. Кішкентай жердің өзіне осында егетін егіп, еңбектеніп, әйтеу тыным таппайды екен. Енді тауларын қараңыз, күн панель. Жалпы бұл жерде жаңағы жаз жайлау, қыс-қыстау тауға шығу, жаз жайлау, мал бағып, жайлауда жаңа жүрім деген әңгіме жоқ. Аналық басы да қораның ішінде, бордақысын да қораның ішінде. Анда жайып жүру деген жоқ. Соған байланысты мына қораның ішкі құрылымдарын дамытқан, адам күшін азайтқан. 300 мың басты 150 адаммен бағу деген ол рекорд деп айтуға болады ғой, рекорд. 300 мың бас қойды бағып көр, ана жүйесіз, кәдімгі қарапайым қораның ішінде 300 мың емес, 1000 қой бағып көр, не болады екен. Айғай шу, жаңағыдай кәдімгі тау болып жатқан сияқты гүжілдеп бычыт болып жатады, бардак, жүйе жоқ. 1000 бас бұқа боғатын жерлерге барам кейде. 20 адам жүреді. Айғай шу. Жаңағы жерде кірдік, малдың маңырағанынан басқа. Тыныштық қой, жаңағы. Өйткені әр адам бір 5 қораны бір адамға беріп қойған ба, сол өзінің жұмысын жасап жүр. Күрекпен қи ойып жатқан жоқ. Шелекпен су тасып жатқан жоқ. Бір таудың төбесінде осындай бір тау тегістегенде қора сала салған. Осы ішкі өлкеде мына Шинжаңы дейді, басқа облыс ішкі, мына батыс өңірінде ме, шығыс өңірінде ме? 300 мың бас ең үлкен қорасы осы екен. Осы ішкерде, Қытайдың ішкі өлкелерінде. Міне осылай. Осындай құрметке ие болып отырмыз. Қораға кіргізді. Территорияның, қораның кіреберісінде қазақтың қазақ үйін жоғары көтеріп қойған, 4 түліктің суретімен бірге. Міне бүгінгі жаңалық осы. Каналға тіркеліңіздер. Осындай видеоны сіздер үшін түсірем. Болашақ ұрпақ үшін түсірем. Қазақтың болашағы ата кәсіп мал шаруашылығында. Жерімізде жеткілікті, бәрі жеткілікті. Тек қана осы ата кәсіп мал шаруашылығымыз аяқ ақсап тұр. Бірақ шет мемлекеттер бізді қанша құрметтейді. Осы 4 түліктің егесі ретінде бізді танып, қазақ үйді қойып, кәдімгі төріне көтеріп отыр. Міне жаңалық. Осындай жаңалық айтыңдар. Ана жаңалық ана мынауда. Осындай дүниені көрсін бала-шағалар. Қазір деген аумалы төкпелі заман, аз құрғақ сөз айтатын, бір дұрыс осындай әңгіме айтатын канал да жоқ бізде. Анау шетелдің Шехризат мен Ананди, Жұмунханзада дегендерді жаттап өсті біздің осы бізді қатарлы жаңа жігіттер. Ендігі арғарай, осыдан арғарай бесіктен тәрбиелейік. Осы 4 саланың каналы жалпы Қазақстанның болашағы үшін, сіздер үшін құрылған деп айтуға болады. Біздің болашақ ата кәсібіміздің дамуы үшін біздің 4 сала каналы Иісі Қазақтың бәріне ортақ. Сол үшін осындай каналға неге тіркелмейсіздер? Тіркеліңіздер, пікір жазып, лайк басыңыздар.